Сәлем баршаңызға, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Апельсиновый өте нәзік, өте дәмді, воздушный шығатын пирог дайындайтын боламыз. Мына жерде менде бір үлкен апельсин бар, немесе екі кішкентай апельсин қолдансаңыздар болады. Міне осылай бетін, цедрасын, яғни күштен өткізіп, бөлек ыдысыма салып алдым. Енді бізге мынау ақ беті керек емес. Бұл бізде ащы дәм береді. Сондықтан пышақтың көмегімен бетінің ағын алып тастаймыз. Міне апельсинімізді толықтай сыртынан ашып алдық. Енді апельсинімізді бірнеше бөліктерге бөлеміз. Апельсинімізді ыдысымызға саламыз, блендермен езіп аламыз. Ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып аламыз және үстіне қантымызды салып, аппақ масса болғанға дейін миксермен миксерлейміз. Міне біздің жұмыртқамыз аппақ болып миксерленді. Үстіне сұйық майымызды құямыз және апельсиніміздің сыртын, яғни цедрасын саламыз және жаңағы блендермен езіп алған апельсинімізді құятын боламыз. Сонымен миксермен барлығы біріккенге дейін бір миксерлеп жібереміз. Келесі ұнымызды саламыз. Ұнымызға разрыхлителімізді салып, онымен бір біріктіріп, араластырып жібереміз. Сонымен ұнымызды жұмыртқа массамызға салып, миксермен біріккенге дейін, қамыр болғанға дейін миксерлеп аламыз. Дайын болған массамызды міне осындай кез келген формаға құйсаңыздар болады. Міне осылай құйып, қызып тұрған пеште 170 градуста асты-үсті режимінде шамамен 30-35 минут пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз пісті. Толығымен суыған соң ғана формасынан ажыратып, кесіп ұсынсақ болады. Өте дәмді, өте нәзік воздушный пирогтардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді және комментарий қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға рахмет.